Жағың қарыссын. Жоқ, қорықпаңыз. Мен сізді қарғап жатқаным жоқ. Осы бір сөз тіркесін өміріңізде бір рет болса да естіген шығарсыз. Әлбетте, дәл сізге айтылмауы мүмкін, бірақ біреудің біреуге айтып жатқанын естігеніңіз анық. Бұл сөзді көбіне ойланбай, аңдамай, қалай болса солай сөйлейтін адамдарға арнап айтып жатады. Қандай оймен айтылған болса да, бұл сөздің айтылуы жеңіл, бірақ салмағы өте ауыр. Неліктен салмағы ауыр деп сұрайтын болсаңыз, жақтың қарысуы, жақтың қарысып қалуы бұл кәдімгідей мәселе, кәдімгідей проблема. Ол проблеманы шешу үшін біраз жұмыс жасау керек. Естеріңізде болса, осының алдындағы 12-ші сабақта біз сіздермен жағымсыз дауыстың бірнеше себебін қарастырған болатынбыз. Солардың ішінде жағымсыз дауыстың бірден бір себебі деп біз тістеніп сөйлеу туралы айттық. Қандай адамдар тістеніп сөйлейді? Әрине, жақтары қарысып қалған адамдар тістеніп сөйлейді. Солай тістеніп сөйлегендіктен ол адамдардың сөздері анық шықпайды. Яғни жағымсыз дауыс пайда болады. Сонымен сәлем, менің есімім Мадина, мен актриса әрі педагогпын. Дәл сізді бүгін өзімнің 13-ші сабағымда көріп тұрғаныма өте қуаныштымын. Неліктен бүгінгі сабақты жағың қарысып қалсын деген ауыр сөз тіркесінен бастап жатырмын. Болашақта бұл сөз тіркесін ешкімге айтпасын деген ойды қалыптастырғым келді. Досым, егер сен өмірде тістеніп сөйлейтін болсаң, жағың қарысып қалған болса, мені сыртымнан біреу жағың қарысып қалсын деп қарғап кетіпті деп паникаға салынып жүрме. Әрине, мойындау керек. Тістеніп сөйлеу, жақтың қарысуы бұл біздің емін-еркін таза сөйлеуімізге кесірін тигізетін тілдегі кемшілік. Жалпы тілдегі кемшіліктің өзін екіге бөлеміз. Біреуі органикалық, екіншісі функционалдық. Қазір айтатын ақпаратты өте мұқият тыңдауыңызды сұраймын. Себебі қазір біз сіздің жағыңыздың қарысуының қандай кемшілікке жататынын ажырататын боламыз. Яғни органикалыққа ма, немесе функционалдыққа ма. Органикалық кемшілік тілдің, болмаса тістің, немесе жақтың, болмаса әйтеуір бір ауыз қуысының бір мүшесінің дұрыс қалыптаспауынан болады. Органикалық кемшілік көбіне туа біткен болуы мүмкін. Мысалы, сіздің тістеріңіз өте бір-бірінен алшақ орналасуы мүмкін. Осы да бір себеп болады. Одан кейін үстіңгі жағыңыз ішіне қарай кіріп тұруы мүмкін. Болмаса астыңғы жағыңыз алдыға шығып, шығыңқы болып тұруы мүмкін. Ал енді жоғарыда айтқан ақпаратты сізге одан әрі түсінікті ету үшін мен өзімнің бет әлпетіммен сізге органикалық кемшілікке мысал келтірейін. Мысалы, үстіңгі жағымыз алдыға шығыңқы болса, ол былай көрінеді. Әрине, күлкілі көрінуі мүмкін, бірақ бұл органикалық кемшілік. Көрдіңіз бе? Осындай кемшілігі бар адамның жағы қарысып тұрады. Емін-еркін сөйлей алмайды. Бұл органикалық кемшілік. Ал енді керісінше астыңғы жағымыз алдыға шығып тұратын кездер де болады. Ол былай. Міне.
Сырттан осылай көрінеді. Өміріңізде бір рет болса да осындай бет әлпеті бар адамды көрген шығарсыз. Көрдіңіз бе? Астыңғы жағымыз алдыға шығып тұрғанда, біздің жағымыз қарысып тұрады. Бұл органикалық кемшілік. Енді қараңыз. Егер сізде туа біткен осындай органикалық кемшілік болатын болса, мен сізге жаттығу арқылы көмектесемін деп өтірік айтпай-ақ қояйын. Ал егер сіздің кемшілігіңіз функционалды болатын болса, мен сізге көмек бере аламын. Ол үшін осы видеоны соңына дейін көріп шығыңыз. Ал енді сөйлеу мүшеңізде бағанағындай кемшіліктер болмаса, бірақ жағыңыз сонда да қарысып тұратын болса, бұл функционалды кемшілікке жатады. Функционалдық кемшілікті жаттығулар арқылы түзетуге болады. Функционалдық кемшілікке артикуляцияның дұрыс жұмыс жасамауы, жақтың ашылмауы, әріптердің таза шықпауы жатады, бірақ бұның барлығын күнделікті жаттығу жасау арқылы оңай орнына қоямыз. Бір қызығы, адам өзіндегі кемшілікті байқамауы мүмкін. Байқаса да оны мойындамауы мүмкін. Өзіңізде функционалдық кемшілік барын байқау үшін өзіңізді видеоға түсіріп, кітап оқыңыз, болмаса бір өлең оқыңыз, одан кейін өзіңіздің видеоңызды қарап шығыңыз. Егер видеода сіз сөйлегенде жағыңыз ашылмай, осылай дауысты дыбыстарды айтқан кезде де жағыңыз ашылмаса, о, а, о, дауыстарын айтқан кезде де жағыңыз ашылмаса, ерніңіз керілмесе, дыбыстар таза шықпаса, демек сізде функционалдық кемшілік бар, сіздің жағыңыз қарысып қалған. Достар, мен сіздерге осы тақырыпты тереңнен ашуға тырысып жатырмын, мысалдары келтіріп жатырмын. Енді өзіңізде сол кемшілікті байқаған болсаңыз, менімен бірге төмендегі жаттығуларды жасау арқылы жағымызды емін-еркін ашатын халге жеткізейік. Маңызды ескерту. Егер сіздің жағыңыз сынған болса, болмаса жағыңыз ойнамалы болса, ойнамалы дегеніміз не? Бір кездері шығып кетеді, қайтадан орнына келеді. Немесе соққының салдарынан шытынаған болса жағыңыз, болмаса аузыңызды қатты ашқан кезде шарт еткен дыбыс шығатын болса, мен сізді қатаң ескертемін. Төмендегі жаттығуларды өте баяу, өте мұқият жасаңыз. Ескертуімді есіңізде сақтадыңыз деп ойлаймын. Ендеше бастайық. Ең алдымен алақанымызды үйкелеп, жылытып аламыз. Одан кейін мына жерде сәл дөңес бар жағымыздың тоғысқан жері. Осы жерді сәл бұлай ұқалап массаж жасаймыз. Алдыға 5 рет, артқа 5 рет. Бір 20-30 рет жасасаңыз болады. Енді қайтадан алақанымызды үйкелейміз. Дәл сол тұсты ысқылаймыз. Мен уақытты кетірмес үшін қысқа жасап жатырмын. Сіздер 30-40 рет осылай үйкелейсіздер. Жарайсыз. Келесі жаттығуымыз. Жалпы мынау жақтың қарысуының себептерінің бірі бұлшықеттердің сіресіп тұруы. Сол бұлшықетті кішкене жұмсарту үшін, икемді ету үшін сағыз жаттығуын жасайық. Ол үшін аузымыз жабулы,
аузыңызда сағыз бар деп елестетіңіз. Сол сағызды шайнаймыз. Әрине, өмірде сағызды дәл осылай шайнамауыңыз мүмкін, бірақ біз бұл жерде әсірелеп жасап жатырмыз. Сондықтан дәл мен секілді анық барынша жағыңызды икемге келтіріп жасауыңызды сұраймын. Бұл жаттығу біздің жағымыздың бұлшық еттерін босаңсытады. Жарайсыз. Келесі жаттығуымыз да бастапқы жаттығуға ұқсайды, бірақ аузымыз ашылған күйі тілімізді шайнаймыз. Ең бастысы тіліңізді шайнап жұтып қоймаңыз. Ал кеттік. Тіліңізді кәдімгідей бұлғаңдатып, оң жаққа, сол жаққа бұраңдатыңыз. Тісіңізбен батырып, жағыңызды ашып тұрып, тіліңізді шайнаңыз. Бұл жаттығу жақтың бұлшық еттерін босаңсытады, біріншіден, екіншіден, тілдің де икемді болуына әсерін тигізеді. Тамаша. Келесі жаттығуымыз, қалыпты жағдайда тұрамыз, жағымызды өте баяу оңға қалпына қоямыз, солға қалпына қоямыз. Осылай 10-15 мәрте жасау керек. Кеттік. Өтініш, тез, жылдам жасауға тырыспаңыз. Келесі жаттығуымыз, енді жағымызды алдыға, артқа жылжытамыз. Өте баяу жасаймыз. Кеттік. Мүмкіндігінше алдыға созуға және артқа итеруге тырысыңыз. Осылай 10-15 мәрте жасаңыз. Келесі жаттығуымыз, алдыңғы жаттығуларды жасап, бұлшық етімізді сәл босаңсытып алдық. Енді жағымыз емін-еркін ашылуға дайын. Бірақ сонда да мұқият болыңыз. Тез жасауға тырыспаңыз. Шамаңыз келгенше жағымызды кереміз. Ол үшін дыбысын айтамыз. Кеттік. Байқадыңыз ба? Жақ емін-еркін ашылған кезде мына жерде кішкентай ямочка, яғни ойық пайда болады. Сол жерде өзіңіз саусағыңызды батырып көрсеңіз болады. Жақ мейлінше ашылған кезде, міне, құлақтың түбінде ойық пайда болу керек. Байқап көріңіз.
Келесі жаттығуымызға көшпес бұрын каналға тіркеліп, лайк қойып, келесі сабақты жіберіп алмас үшін қоңырауды қосып қоюыңызды сұраймын. Ал кеттік. Келесі жаттығуымыз А дыбысының алдына кез келген дауыссыз дыбысты қойып, жағымызды мейлінше керіп айтамыз. Ка, па, ра, са, на, жа, фа, ха. Ары қарай жалғастыра берсеңіз болады. Келесі жаттығуымыз жұдырығымызды түйіп, жағымызды мейлінше итеріп жауып тұрамыз. Енді осылай қасарысқан түрде біз жағымызды ашуымыз керек. А, фа, ма, ка. Яғни жаққа кәдімгідей салмақ түседі. Жұдырығымызбен жағымызды итеріп тұрамыз. Осы күйде жағыңызды мүмкіндігінше кең етіп ашуға тырысыңыз. На, ха. Ары қарай жалғастыра бересіз. Жаттығуларды дәл осы жерге дейін менімен бірге бір жасап отырған болсаңыз, дәл қазіргі сәтте сіздің жағыңыз кәдімгідей икемді болып қалды. Демек, келесі жаттығуға дайынсыз. Кеттік. Оңға, солға. Сәл жылдамырақ. 10-15 мәрте. Енді шеңбер жасаймыз. Оңға, солға. Жарайсыз. Сонымен достар, бүгінгі 13-ші сабағымызды бір қорытындылап жіберейік. Адам таза, анық, еркін сөйлеу үшін тістенбей, жағы қарыспай сөйлеу керек. Ал жағы қарысқан болса, жоғарыдағы жаттығуларды жасап, жағын икемді етуге тырысуы қажет. Және бүгіннен бастап сөйлеген кезде аузыңызды толтырып сөйлеуге тырысыңыз. Ауызды толтырып сөйлеу дегеніміз не? Дауысты дыбыстарды айтқан кезде аузымызды, яғни жағымызды мүмкіндігінше кең етіп ашуға тырысыңыз. Балапан, аспан, найзағай, жадыра. Көрдіңіз бе? Дауысты дыбыстарды айтқан кезде жағыңызды ашып сөйлеуге тырысыңыз. Бұл сізді таза сөйлеуге тағы бір қадам жақындатады. Бүгінгі сабақ сізге пайдалы болғанына сенімдімін. Егер таныстарыңыздың арасында жағы қарысқан адам болса, осы видеомен бөлісуіңізді сұраймын. Ол адамға да септігіңіз, пайдаңыз тисін. Ал сіз еркін сөйлеңіз, аман болыңыз. Мен сізді келесі 14-ші сабақта күтетін боламын.